Сан ғасырлар тарихынан кешегі туған жердің шежіресі өседі. Менің отаным Қазақстан, болашағы бізбен бірге өседі. Менің кішкентай ғана жүрегім әрқашан отаным деп соғады. Отан деген сөздің өзі қасиетті ұғым. Туған жер, отан деген бір ыстық сөз бар уақытта да жүрегіміздің лүпілінде естіледі. Әрине, бұл қазақ жұрты, барлық Қазақстан елі ерекше құштарлықпен, сарқылмас сүйіспеншілікпен айтар, ардақ тұтар асыл сөз. Еліміздің туы тігілген үлкен үйімізде, алтын әрі биік шаңырағымыз да осында. Бар әлемді бір дүр сілкіндірген табыстарымыздың ұйытқысы да осында. Бейбітшілігімізде, жақсылығымыздың да ұясы Қазақстан. Менің елім, туған жерім Қазақстан. Осынау құдіретті сөзді әрбір қазақ баласы асқақ сезіммен, керемет мақтанышпен сан рет айталары хақ. Сонау ұлан байтақ жері Алтайдан Атырауға дейін созылып жатыр. Батыр бабаларымыздың арқасында біз байтақ жерде, құт мекенде еркін көсіліп, жайланып жатырмыз. Қасиетті жеріміздің иесі, олардың ұлы ұрпақтары жетіп отырған бостандық туын биікке желбіретіп, әрі қарай дамуына өз үлесімізді қосамыз. Батырларымыз, халқым, елім азат болсын деп жанын берді. Қарапайым адамдардың қамын ойлап, тәуелсіздікті сыйлаймын деп барынша талпынды. Қанжарды кеудесімен өзінің халқын қорғады. Олардың ар-намысын бәрінен де артық санады. Бейбітшілік, ынтымақ, еліміз тыныш болсын деп тіледі. Отан деген сөз ежелден көшпелі өмір сүрген ата-бабамыздың от жағып, тіршілік еткен ұясы деген ұғымнан шықса керек-ау. Отаным тәуелсіздікке қол жеткізіп, өз алдында егеменді ел болып, тәуелсіз мемлекет атанды. Қазақ халқы үшін бұл үлкен қуаныш. Дәл осындай қазақ елі атты азат ел барын, көк аспанда шарықтап ұшқан, қалықтап ұшқан, көк туын желбіретіп ұшқан, қыран бейнелі қайратты халық бар екендігін өзге елдерде танып жатыр. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген, жөргегімде таныстым мың түлімен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген.